Барлығыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Сіздерге табада жасалатын пиццаның рецептін көрсеткім келіп тұр. Шынымен де 5 минутта дайын болатын бұл рецепт өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті көрермендерім, бұл видеоны көрместен бұрын алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, подписация батырмасын басып жеріңіздер. Керекті құрамдарының барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазулы тұр. Алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, және де 4 ас қасық қаймағымызды, 4 ас қасық майонезімізді салып, барлығын дұрыстап, венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Енді електен өткізілген ұнымызды және де қопсытқышымызды саламыз, яғни разрыхлителмен ұнымызды салып, тағы да бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осындай қоймалжың қоюлау масса болып шығады. Дәл осы кезде сковородкаңыздың астын қыздырып қойыңыздар және де сұйық майды құйып жағып шығамыз. Оның үстіне жаңағы дайындаған массамызды құямыз, қамырымызды құямыз және де қасықтың көмегімен барлығын жайып шығамыз. Енді үстіне кетчупты жағып шығатын боламыз. Арнайы осындай щеткамен немесе қасықтың көмегімен жағып шықсаңыздар болады. Енді бетіне қызанақты және де мен болгар бұрышын пайдаландым, жақсы көретін болғандықтан колбасамызды, ірімшігімізді барлығын орналастырып шығамыз. Сіздер үйде не бар сонымен жасауға болады, тіпті піскен етті де пайдалануға болады. Өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Барлығын орналастырып болғаннан кейін бетін жауып 5 минутқа астын баса отырып пісіреміз. Міне қараңыздар, астының барлығы пісті. Өте дәмді болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте жұмсақ болып шықты. Қараңыздар, ортасы да барлығы пісті. Құрметті көрермендерім, видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Және де осы видео сіздерге пайдалы болып жатырған болса, ұнап жатырған болса, лайк басып пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да жақсы рецептерді түсіріп салатын боламын. Және де жоғары жақта Instagram, TikTok аккаунттарым тұр, соларға да тіркеліп алыңыздар.